Көрейік, міне. Бір қарағанда қарапайым жағдай. Березкиннің маңында 4-1 қорғаушы болған еді. Қалайша олар мұндай соққы жасатып қойды деген сұрақ бар. Әрине сұрақ өтідан айқындай түскен секілді. Қараңыздар, алыс бағана маңында тұрған, оның алдында Бидзинашвили болған екен. Жабуы керек ойынша, бірақ Бидзинашвили ниже секірген кезде жерде қалып қойған. Кедергісіз соққы, 2-0. Қызылжар командасы чемпионаттағы екінші жеңісіне жетуге өте жақын тұр. Көтерілді, тағы бір соққы, тағы бір гол. Және офсайд бар ма дегенді сұрақ бар негізі. Бұл жақта ал жалпы гол соққан Борис Цимлянич. Бірінші таймда гол соғы керек еді. Ол кезде қақпашы Калмыков тамаша ойнаған болатын оның жойқын соққысынан кейін. Ал мына бір жерде енді тағы да қорғаушылардың біз Цимлянич. Міне қараңыздар, баспен соққы жасаған, ешқандай офсайд жоқ. Олар Жақсыбаев болатын, баспен қақпаға дәл соққы жасаған, оны қақпашы Никита Калмыков қайтарған еді. Ал қайтара соққы жасауға келген Цимляничке ешкім кедергі бола алмай қалды. 3-0 бұл енді Қызылжар командасының таза жеңісі қадірмен көргендер. Генов негізі Тимур Қазақстан футболында бір қатар жылдар Қызылжар сапында өнер көрсетіп келе жатқан ойыншы. 20-шы жылдан бастап Қызылжар ойыншысы, әрқазде премьер-лигада Мульдинов өз командасының тұрақты ойыншысы болып келген. Мына бір шабуыл, бұл 4-ші гол соғатын тамаша мүмкіндік және гол. Тамаша гол, қорған шебінің быт-шыты шықты деп айтамыз. Ал гол соққан 9-ші нөмірдегі Қызылжардың тұрақты қысымының арқасында келген нәтиже деп білеміз. Жанкүйерлердің бақыты сіздің қараңыздар. Әсіресе мына бір жанкүйердің қуанышы қараңыздар. Бұл шынайы жеңістің қуанышы ғой. Шебетін кәдімгідей шіреніп тұрып, бейле бір жаттығу жұмыстарында соққы жасайды ғой, тура сондай соққы жасады. Көрсеткішке ие. Ал 3-ші турда ең ірі жеңіс Ақтөбенің жеңісті 3-0-мен ұтуы. Демек, жеңіс қатарынан екінші тур ірі жеңістерге шырауда. Мына бір жерде 5-ші голды соғуға не кедергі болғанын мен түсіне алмадым. Ол тым босаңсудың арқасында орын алған ойыншы ма? Жоқ, бұл жерде